Жасанды интеллект деген не? Егер бұл сұрақты кездейсоқ адамға қойсаңыз, онда ол ақылды робот туралы сізге жауап беруі мүмкін. Жасанды интеллект түсінігін түсіну үшін оны екі бөлікке бөліңіз. Жасанды дегеніміз не? Интеллект дегеніміз не? Бұл сұрақтарға жауап беру оңай. Жасанды дегеніміз не? Бұл түсінікті. Бұл адам жасаған және табиғатта кездеспейтін нәрсе. Мысалы, компьютер, телефон, планшет. Ал интеллект деген не? Бұл сұрақ әлде қайда күрделі. Ең алдымен интеллект адамның психологиялық компоненті. Бейімделу, тәжірибе жинақтау, ақпаратты есте сақтау, білім алу, оқу, қоршаған ортамен өзара қызмет жасау үшін танымдарды қолдану. Жасанды интеллект дегеніміз компьютер немесе робот адам сияқты тапсырмаларды орындай алады дегенді білдіреді. Бұл өткен тәжірибе негізінде ойлау, түсіну, қорыту немесе үйрену қабілеті. Бұл жерде тек механикалық әрекеттерге ғана қатысты емес, мысалы, қандай да бір затты көтеріп апару, зияткерлік ойлауды талап ететін міндеттер, яғни дұрыс шешім қабылдау керек. Мысалы, тапсырма, шахмат ұтып алу немесе суреттегі не екенін тану, немесе әңгімелесушінің не айтқанын түсіну және дұрыс жауап беру. Бұл үшін компьютерге көптеген ережелер немесе алгоритмдер беріледі. Соған сүйене отырып, ол адам сияқты жасай алады. Жасанды интеллект әдетте сыныптарға бөлінеді. Бірінші сынып мамандандырылған, немесе кейде машина тек шектеулі тапсырмаларды адамға қарағанда жақсы орындай алады. Оны кейде әлсіз деп те атайды. Мысалы, суретте не екенін тану немесе шахмат ойнау және жеңу. Әдетте жаңа қосымшалар туралы сөйлескенде бұл туралы айтады. Жасанды интеллект дамуының осы кезеңінде бізде тұрмыз. Келесі сынып бұл кез келген зияткерлік тапсырманы адам сияқты жақсы шеше алатын жалпы жасанды интеллект. Үшінші сынып бұл күшті жасанды интеллект. Ол көптеген тапсырмаларды адамға қарағанда жақсы атқарады. Бұл ойлау, өзін түсіну қабілеті бар және кез келген адамнан гөрі ақылды ғылыми фантастиканың кейіпкері. Жоғарыда айтқанымыздай, жасанды интеллект бұл білімнің кең саласы. Ол келесі бағыттарды қамтиды. Бірінші, білімді ұсыну. Осы бағыт аясында жасанды интеллект жүйесінің жадында білімді қалыптастырумен және ұсынумен байланысты міндеттер шешіледі. Ол үшін білімді ұсынудың арнайы модельдері және білімді сипаттау тілдері жасалады. Білімнің әртүрлі түрлері енгізіледі. Екінші, біліммен айла-шарғы жасау. Мәселені шешуде білімді қолдану үшін жасанды интеллект жүйесін олармен жұмыс істеуге үйрету керек. Осы бағыт аясында олардың толық емес сипаттамалары негізінде білімді толықтыру әдістері жасалады. Қолда бар білім негізінде сенімді қорытынды әдістері жасалады. Адамның ойлау ерекшеліктеріне еліктейтін білімге негізделген ойлау модельдері ұсынылады. Қарым-қатынас. Бұл бағыттың міндеттері табиғи тілдегі байланыстырылған мәтіндерді түсіну және синтездеу, сөйлеуді түсіну және синтездеу, адам мен жасанды интеллект жүйесі арасындағы байланыс модельдерінің теориясы. Осы саладағы зерттеулер негізінде лингвистикалық процестерді, сұрақ-жауап, диалог және жасанды интеллекттің басқа жүйелерін құру әдістері қалыптасады. Олардың мақсаты адамның жасанды интеллект жүйесімен қарым-қатынасы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. Төртінші, қабылдау. Бұл бағыт білім базасында визуалды бейнелер туралы ақпаратты ұсыну әдістерін әзірлеуді, визуалды көріністерден олардың мәтіндік сипаттамасына көшу әдістерін және кері ауысу әдістерін жасауды, жасанды интеллект жүйелеріндегі ішкі көріністер негізінде визуалды көріністерді қалыптастыру құралдарын құруды қамтиды. Бесінші, оқыту. Жасанды интеллект жүйелерінің оқыту қабілетін дамыту үшін, яғни олар бұрын кездеспеген міндеттерді шешу үшін проблемалық жағдайды сипаттау немесе оны бақылау бойынша міндеттер жағдайларын қалыптастыру әдістері. Белгілі жеке есептерді, яғни мысалдарды шешуден жалпы мәселені шешуге көшу әдістері. Бастапқы есепті неғұрлым кіші және жасанды интеллект жүйелері үшін бұрыннан белгілі болған міндеттерге бөлу тәсілдерін жасау.
Алтыншы, ең соңғы, бұл мінез-құлық. Жасанды интеллект жүйелері белгілі бір ортада әрекет етуі керек болғандықтан, оларға қоршаған ортамен, басқа жасанды интеллект жүйелерімен және адамдармен барабар өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін мінез-құлық процедураларын жасау қажет. Ойлау процестерін имитациялау үшін компьютер жасанды интеллект жүйелері деп аталатын бағдарламалық жүйелерді жасайды. Жасанды интеллект жүйесін әзірлеушілердің мақсаты машинаның өз іс-әрекетінің бағдарламасын есеп шарты негізінде құрастыруды үйрету. Яғни, ресми орындаушыдан зияткерлік орындаушыға көшу. Ресми және интеллектуалдық орындаушылардың қандай ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар? Екі орындаушының жұмысы 4 қадамнан тұрады. Бірақ ресми орындаушы дайын бағдарлама бойынша жұмыс істейді, ал интеллектуалды өзі бағдарлама жасайды және нәтиже алады. Адам ойлауы екі компонентке негізделген: білім қоры мен логикалық ойлау қабілеті. Демек, зияткерлік жүйелерді құру кезіндегі екі негізгі міндет: білімді модельдеу, білім базасы ретінде компьютерлік жадқа енгізу үшін білімді рәсімдеу әдістерін әзірлеу. Ойлауды модельдеу әртүрлі есептерді шешуде адам ойлау логикасын имитациялайтын компьютерлік бағдарламаларды құру. Жасанды интеллект перспективаларын қалыптастыру. Жасанды интеллекттің мамандандырылған жүйелерін адам мүмкіндіктеріне жақындаумен және оларды адам табиғатымен іске асырылған интеграциялармен байланысты мәселелерді шешу. Жасанды интеллект жүйелерінің адамзат проблемаларын шешуге қабілетті бірыңғай жүйеге кірігуін білдіретін жасанды интеллект құру. Сонымен, біз сізбен келесі мәселелерді қарастырдық. Жасанды интеллект дегеніміз не? Бүгінгі күні ол нені білдіреді? Және одан ертең не күтеміз?